бизнес жаңалықтарда бірнеше қызықты оқиғалар бар. танымал әнші қайрат нұртастың денсаулығы сыр беріп, ол нарылдың жанында болғанын айтты. сонымен қатар әнші ермек мұқашев тамажор тобының экс-мүшесі ретінде халық алдында қайта көрініс берді. оның өмірі қатерлі аурумен күреске толы болғанын бөлісті. тағы бір жағымды жаңалықтар арасында баян мақсатқызы өзінің қызы алисаны 40-нан шығарды. ал димаш құдайберген жанкүйерлері астанадағы концертінен кейін стадион тазалауға көмектесті. сондай-ақ сәкен майғазиев үйленуге қатысты жеке жаңалығымен бөлісті. бұл ақпарат оның жанкүйерлеріне үлкен қуаныш болды. тағы бір жаңалық, сонымен қатар димаш құдайберген концерт кезінде ерекше әрекетімен таңғалдырды. ол сахнада операторды құлап кетуден сақтап қалды. бұл оқиға әлеуметтік желіде тез таралып танымал болды. шоу-бизнес әлемінде мұндай күтпеген және қызықты оқиғалар үнемі болып тұрады.